Сәлем болашақ студенттер. Бүгін сіздермен бірге Admissions порталын бірге толтырамыз. Әр қадамды көрсетеміз. Сондықтан соңына дейін бірге болыңыздар. Бірінші қадам тіркелу. Admissions порталына кіріп, Register батырмасын бас. Өз поштаңды енгіз. Кез келген Gmail болсын, Mail.ru болсын, барлығы жарайды. Поштаңа хат келеді. Негізгі бөлімде көрінбесе, спамды тексеріп көр. Хатты ашып, Reset Password дегенді басып, өзіңе құпия сөз ойлап тап. Кемінде 8 таңбадан тұруы қажет. Бас, әрі кіші әріптерден, сан және арнайы белгі болуы керек. Submit батырмасын бас. Енді поштаң мен паролің арқылы Admissions порталына кіре аласың. Екінші қадам, өзің туралы ақпаратты толтыру. Алдымен мамандық пен білім алу деңгейін таңда. Бакалавриат ішінен. Мұнда бір маңызды нәрсе бар. Әр қадамда Save, яғни сақтау батырмасын басып барып қана келесі бетке өтесің. Әйтпесе енгізген деректерің сақталмай қалуы мүмкін. Азаматтығыңды таңда. Аты жөніңді латын әріптерімен жаз. Жеке куәлігіңді PDF форматында екі жағы да көрінетіндей етіп жүкте. Көлемі 5 мегабайттан аспау қажет. Телефон нөміріңді +7-ден бастап енгіз. Ұлтың мен отбасы жағдайыңды көрсет. Кейін GSN-ді жазып, жеке куәліктің нөмірін және берген органды, сонымен қатар берілген күнін толтырыңыз. Кириллицадағы аты жөніңді, туған күніңді, жынысыңды толтыр. Содан кейін 3-4 фотосуретіңді жүкте. Үлгідегідей ресми болу қажет. Save батырмасын басып, келесі бетке өт. Бұл бетте саған 3 мекен-жай керек болады. Тіркелген жеріңнің, қазір тұрып жатқан жеріңнің және туған жеріңнің мекен-жайы. Видеодағыдай толық, дұрыс толтырып шығуың қажет. Бұл қадамда көбі автоматты түрде болады. Емтихан түрі ретінде Unified National Testing деп таңда. ТЖК нөмірің мен тапсырған жылыңды жазда, тексеру батырмасын бас. Осылайша ұлттық тестілеу орталығымен интеграция болып, ұбт балл өзі жүктеледі. Егер мемлекеттік грант иесі болсаң, грант сертификатың да автоматты түрде шығады. Одан кейін мектебіңді тізімнен тап. Тізімде жоқ болса, менің мектебім тізімде жоқ деген ұяшыққа белгі қой. Аттестатыңның сериясы мен нөмірін, беру күнін жаз. Орташа балыңды есептеп енгіз. Аттестат пен оның қосымшасын бөлек-бөлек PDF форматында жүкте. Егер IELTS немесе English Language сертификатың болса, жүкте, болмаса тіл деңгейі жоқ деп белгіле. Ішкі гранттарың, олимпиада жүлделерің немесе SPT нәтижелерің болса, осы жерге қосуға болады. Кейінгі бөлім туыстарың туралы ақпарат. Ата-анаңның немесе бір туысының аты жөнін, мамандығын, жұмыс орнын, электрондық поштасы мен телефонын жаз. Ата-ана GSN-ін енгіз, жеке куәлік деректерін толтыр. Туыстықты растау үшін өз туы туралы куәлігіңді PDF форматында жүктеу керек. Бұл кезеңде медициналық құжаттарды енгіземіз. 075 форма, флюорография және 060 форма үшеуінде бөлек-бөлек PDF форматында әрқайсысы 5 мегабайттан аспайтындай етіп жүкте. Енді төлем кезегі. Студенттік жарна мен оқу ақысы сомаларын тексеріп, төлеу батырмасын баста, Каспи арқылы онлайн төлем жаса. Немесе халық, Freedom қосымшалары арқылы да төлеуге болады. Төлегеннен кейін түбіртекті міндетті түрде сақтап, PDF форматында арнайы өріске жүкте. Соңғы қадам, растау және өтініш беру. Барлық бөлімнің қасында жасыл белгі тұрғанына көз жеткіз. Төмендегі барлық ережелермен, жеке деректерді өңдеу шарттарымен және құжат тапсыру мерзімдерімен танысып, барлық ұяшыққа белгі қой. Содан кейін ең астындағы Apply батырмасын бас. Тіркелу толық аяқталды. Құттықтаймыз! Сен Admissions порталына сәтті тіркелдің. Енді құжаттарының түп нұсқасын 25 тамызға дейін СДУ қабылдау комиссиясына келіп тапсыруды ұмытпа. Біз сені СДУда асыға күтеміз.